Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ет асатын боламыз. Өте дәмді бешбармақ дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең бірінші бізге салқын суға жуылған етімізді саламыз. Баяу отта қайнатамыз көбігі шыққанша. Осылай қайнау керек. Қайнағаннан кейін бетіне көбігі шығады. Ақырындап алып тастаймыз. Барлық көбігін алып тастаймыз. Одан кейін оттың астын жай қойып, баяу отта етімізді пісіреміз. Дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды салсаңыздар болады. Ары қарай достар, бүтіндей бір пиязды салып жібереміз. Сол кезде дәмі өте дәмді болып шығады. Және де 3 тіс сарымсақты салып жібереміз. Етіміз жұмсақ болып пісу үшін. Оған дейін етіміздің пісуіне жарты сағат қалған кезде ғана нанымызды илейміз. Нанын қамырын осылай тұзды суға және де бір жұмыртқаға илеймін. Негізі жаңағы еттің сорпасына да илесеңіздер болады. Ол кезде дәмі ерекше дәмді болып шығады. Осы жолы мен суға иледім. Осылай 20 минутқа бетін жауып, демалуға, иін қандыруға қойып қоямыз. Ары қарай достар, етіміздің пісуіне 20 минут қалған кезде картобымызды, сәбізімізді саламыз. Бұлар себебі тез піседі, езіліп кетпес үшін 20 минут қалған кезде ғана саламыз. Сәбізді бүтіндей салсаңыздар да болады. Осылай турап салған маған ыңғайлы. Осылай салсаңыздар да болады. Ары қарай жаңағы нанымызды жаямыз. Қаласаңыздар 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп жайсаңыздар болады. Ыңғайына қарай маған осылай бүтіндей бір қамырды жайған ыңғайлы. Осылай нанымызды жаямыз. Басып аламыз. Осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп жаюға. Барынша жұқа қып жаю керек. Сол кезде бешбармағымыз өте дәмді болып шығады. Жұқа қып жаямыз. Көрдіңіздер ма достар? Өте үлкен нан шықты. Жұқа қып жаямыз. Шетінің бәрі жұқа болу керек. Астынан дастарханымыз немесе қолымыз көрінетіндей болып жұқа болсын. Қатты жұқа емес, енді жыртылып кететіндей емес. Одан кейін тұздығымызды дайындап қоямыз. Бір пиязымызды жұқа қып турап, еттің сорпасын кішкене алып, 5 минут қана қайнатамыз. 5 минут қайнатпай бұқтырып қойсаңыздар да болады, бетін жауып. Бірақ мен қайнаттым. Осылай сорпаның майлы жерін алып, құйып қоямыз. Көрдіңіздер ме? Ары қарай етімізді сүзіп алдық, картоп сәбізімізді сүзіп алдық. Енді керек мөлшердегі сорпамызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Қазір бұл сорпаға су қосылады, нан салынады, дәмі өзгеріп кетеді. Сол үшін таза сорпа ішкілеріңіз келсе, бөлек алып аламыз. Жаңағы қамырымызды кестік. Қалауларыңыз бойынша кесесіздер. Маған осылай қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа көлемдегі қып кескен ұнайды.
осылай қайнап тұрған сорпамызға нанымызды салып қайнатып аламыз, пісіреміз енді. Осылай пісіреміз, араластырамыз, жабысып қалмас үшін бір-біріне. Пісе бастаған кезде нанымыз сорпаның бетіне шығады осылай. Міне тұздығымыз дайын. Достар, бешбармағымыз дайын. Осылай ыдысымызға салып, бетіне еттеріңізді салып, картошка сәбізімізді салып, тұздығымызды құйып, қонақтарымыздың алдына берсеңіздер болады. Осындай өте әдемі бешбармақ болды. Дәмі енді өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.